Сәлем сұлуларым, мінекей күз де келді. Ал күз нағыз пилинг жасайтын уақыт. Бүгін үй жағдайында беттерімізге пилинг жасау жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Ал сіз арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Қымбат тұратын косметологиялық кабинеттерге бармай-ақ, беттеріңізді өлі жасушалардан тазартып, өңін жақсартқыңыз келсе, онда үй жағдайында қолда бар өнімдермен бет терісін ылғалдандырып, бір тегіс етіп рең береміз. Үнемі үзбей жасай отыра, қартаюдың алдын аласыз. Ұсақ әжімдерді тегістеп, тері салбырауын болдыртпайсыз. Пилингті аптасына 1-2 рет жасауға болады. Бірақ есте сақтаңыз, егер теріңіз сезімтал болса, және белгілі бір өнімдерге аллергияңыз бар болса, алдын ала қолға жағып тексеріп алыңыз. Енді бірнеше пилинг түрлерін қарастырайық. Бірінші жемістен жасалатын пилинг. Лимонды сығып, сөлін аламыз да, 1/1 мөлшерде таза сумен араластырып, бетімізге жағамыз. 5 минуттан соң жуып, ылғалдандыратын крем жағамыз. Аптасына 2-3 рет жасауға болады. 2 айдан соң нәтиже көресіз. Келесі пилингте жемістен жасалады. Қышқыл алма мен құлпынайды 1/1 қатынаста езіп араластырамыз. Бет терісіне жаймен айналдыра отырып жағамыз. Содан соң жуып тастаймыз. Бұл пилинг жұқа әрі сезімтал тері үшін жасалады. Келесі пилинг аспирин таблеткасынан. 2 таблетка аспиринді езіп, 1 шай қасық сумен араластырамыз. 10 минутқа бетке жағып, жуып, ылғалдандыратын крем жағамыз. Бұл пилинг секпілдер мен қарадақтарды кетіреді, терінің өңін кіргізеді. Келесі пилинг түрі сүт өнімдерінен жасалады. Яғни қатық, айран немесе қаймақты 15 минутқа бетімізге жағып, жылы сумен жуып тастаймыз. Әжелеріміз жасаған сүт қышқылдарынан жасалатын мұндай маскалар өзектілігін жоймайды. 5-ші балдан жасалатын пилинг. Тұрып қалған бал болса тіпті жақсы. Бетке шеңбер қозғалысымен жайлап жағамызда 5 минуттан соң жуып тастаймыз. Крем жағамыз. Келесі майлы теріге арналған тұз пилингі. 1 шай қасық ас тұзы мен 1 шай қасық кремді араластырамыз. Қоспаны бетімізде 5 минут ұстаймыз, жуып тастаймыз. Бұл пилинг майдың бөлінуін қалыпқа келтіреді. Тері тесіктерін құрғатады. Үй жағдайында пилингтен соң тері тесіктері кір мен шаңнан тазарып, жылтырай бастайды. Теріге ауа кіріп, ылғалданады. Жасарыңыздар, әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Арнамызға тіркеліп, лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.